Tör жағына отырыңдар, tör жағына. Сонда бер қарап отырасыңдар сонда. Сендер жүгіріп келдің ме? Отанбай ауысып отыр ары қарай. Hadi. Ар жағына отыр. Раз, два, три. Олай болса, бүгінгі дастарханымызда әулеттің үлкендері бата беріп, дастарханды ашсаңыз. Дәулет ата, Рысбек ата. Бүгінгі кешті ашық деп жариялаймыз. Рахмет ағайын. Осы болашағаны көріп, көңіл толқып отырады. Рахмет барлықтарына келгендерге. Бектай атадан тараған өрім бұтақ деп өзім ойлап отырмын. Ауылды аңсап, Алматыдан келген өзімнің інім Ырысбекке сөзді берейін деп отырмын. Рұқсат сол үшін. Мынау төрдегі шежіре, онда Алматыдан алып келген деп есептеймін. Сондықтан мына ойында бар. Рахмет көзіме. Бірінші сөйлейін деп отырдым, көкіме бәрі көрсетті. Отырған кезде аузымда тұрып, қазір ұмытып қалдым ертең. Бүгін менің түсінігім бойынша әкеміз бен шешемізге есеп беретін. Төрт көзіміз түгел, дәл осы күнді енді әкеміз ертерек кетті ғой, шешеміз аңсап өтті. Балқия, мен сол кісіге тартқан бір шапана болыңыздар шығармасın. Білмейтіндерге айтты. Осы әулеттің жетістігіменен қуанышын, кішкентай ғана қиыншылығын бүгін бәріміз айтып, бір-бірімізбен бөлісіп, қиындыққа қосылса жеңіл етпей, қуанышқа қосылса одан сайын қуана береді деген қазақта сөз бар. Бүгін бізге әруаққа есеп беретініне, тура бүгін түнде жақсылыққа ағамызға бір немере пайдалапты. Аты белгісілеген құтты болсын деп тағылымға. Бүгін тәрәтен. Ер жігіт. Барлығы аттарында атын кім қоямыз дегенге хабарласа беріңіз. О, менің апам шықты. Хабарласа беріңіздер, сөйлесе беріңіздер, соны біз мына той біткен кезде хабарын айтамыз. Апам сөйлетіп қойыпты. Есеп бойынша 99 жасқа келген. Осы біздің ұйымшылығымыз, осы әулетіміздің Просто рахат. Мен алыста, Алматыда тұрам. Жүрегім де осы сияқты, көзім де осы сияқты. Кімдің үйінде не болып жатыр? Кім қалай күн көріп жатыр? Кім қуанып жатыр? Бәрі маған белгілі. Құдайға шүкір, балдардың көбісі Алматыда білім алғандардан хабар алып отырдым ауылда. Үлкен рахмет. Мен біраздан кейін қайтадан айтайыншы, қазір бітіре салып отыр.